Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. АК-79 менің жерімнің тарихы атты қазақша тарихи каналыма қош келдіңіздер. Қазір Қазақстанның большевиктік Мәскеуге тәуелді болған 70 жыл ішінде кеңестік Қазақстан басшыларының барлығы дерлік сол жерден жіберілгені ешкімге құпия емес. Қазақтар тұрмақ, тіпті қазақстандық орыстар да Қазақстандағы партия ұйымының жетекшісі болып тағайындалмаған. Жалпы 1920-1991 жылдар аралығында Мәскеу тағайындаған Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің 19 бірінші хатшысының 4-еуі ғана республиканың өкілі болған. Бұлар Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев, Жұмабай Шаяхметов, Дінмұхаммед Қонаев және Нұрсұлтан Назарбаев. Бүгіннен бастап мен өз каналымда Мәскеу мойындаған қазақ көшбасшылары атты бейне материалдар циклын бастайын деп жоспарлап отырмын. Әр видеоролигімде Қазақстанның партия ұйымын басқарған және республикадағы осы маңызды лауазымға Мәскеу тағайындауға мәжбүр болған қазақтар туралы айтуға тырысамын. Өйткені Қазақстандағы партия ұйымының басшысы жергілікті коммунистердің ресми жетекшісі ғана емес, іс жүзінде бүкіл республиканы Мәскеудің атынан басқарғаны белгілі. Ал менің бүгінгі бейнеролигім Қазақстан партиялық ұйымын басқарған алғашқы қазаққа арналады. Бұл тұлға сонымен бірге Қазақстанның бірінші ішкі істер министрі де болған. Бұл Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев. Неге екені белгісіз, осы қазақ басшысының есімі қазір көлеңкеде қалып жатыр. Оның есімі ешқашан, ешқай жерде аталмайды. Бірақ Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев, Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов, Ахмет Байтұрсынов, тіпті Әліби Жангелдин сияқты танымал қазақ басшыларының қолынан келе алмаған нәрсеге қол жеткізген қазақ. Бірақ Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев кім өзі? Қандай тектен шыққан? Өмірі қалай аяқталды? Міне бүгінгі бейнероликті осы туралы айтуға сіздерге тырысамын. Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев 1887 жылы Орал облысында кіші жүздің Жетіру тайпасының Кердері руынан шыққан бай қазақтардың отбасында дүниеге келді. Әкесі өте бай адам болғандықтан Мұхаммед Хафиз өз заманына сай жақсы білім алды. Алдымен ол Орал орыс қазақ мектебіне оқуға түсіп, оны бітіргеннен кейін 1914-1917 жылдары Саратов ауыл шаруашылық училищесінде оқыды. Дәл осы училищеде Мұхаммед Хафиз революциялық күреске қосыла бастады. 1 мамыр мерекесіне қатысты, буклеттер таратты, Алаш партиясына қосылды. Училищені бітіргеннен кейін Мұхаммед Хафиз Самара губерниясындағы Александров Гай ауылында аудандық агроном болып қызметін бастайды. 1917 жылы ақпан төңкерісі басталып, патша режимін құлатылғаннан кейін Мұхаммед Хафиз өзінің отаны, яғни Оралға қайтады. Көп замай қазақ, орыс, татар тілдерін жетік білетін керемет оратор болған Мұхаммед Хафиз уақытша үкіметтің Орал облыстық комитетінің мүшесі болып тағайындалды. Бүгінде көпшілік Мұхаммед Хафиз Мырзағалиевті Алаш орданың ымырасыз қарсыласы деп айтады. Бірақ бұл шындыққа сәйкес келмейтін нәрсе. Мұхаммед Хафиз Алаш партиясына жақын ғана емес, өзі де Алашорда үкіметінің батыс бөлімінде қызмет жасады. Атақты Қаратөбе съезін ұйымдастырушылардың бірі болды. Бірақ дәл осы съезде Мырзағалиевтің бүкіл өмірін өзгерткен тағдыр шешті оқиға болды. Мұхаммед Хафиз көптеген пікірталастар барысында батыс Алашорда большевиктермен келіссөздер жүргізу керек және большевиктердің көмегімен ғана қазақ автономиясына қол жеткізуге болады деп санады. Бұл ойы Мырзағалиевтің біртұтас қазақ халқы дербес түрде өзінің ұлттық мемлекетін тез құра алмайтынын жақсы түсінгенінің нәтижесі еді. Алайда батыс Алашордасының көсемдері Жаһанша мен Халел Досмұхамедовтер бұған қарсы болып, Колчакпен келіссөздер жүргізуді жоспарлады. Нәтижесінде Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев, Ғұбайдолла және Ғалиасқар Әлібековтар, Қасаболатов пен Жолыбаевтар секілді батыс Алашорданың бірнеше белсенді мүшелері бөлініп, Ақ жол ұйымын құрды. Көп замай олар большевиктермен келіссөздер жүргізіп, большевиктердің қатарына да қосылады. Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев
агитаторлар қатарына бірден тартылып, Қызыл гвардия отрядтарын құру үшін ауылдарға жиі жіберіледі. Мұндай белсенді қызмет әрине Батыс Алашорда мен ақ казактарының көсемдерін ұнатқызбады. 1918 жыл наурызда Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев Батыс Алашорда көсемдерінің бұйрығымен қамауға алынып, Орал түрмесіне жабылады. Тек бір жылдан кейін 1919 жылдың қаңтар айында Фрунзе басқарған 4-ші армиясының күшімен ғана Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев бостандыққа шығады. Бостандық алғаннан кейін Мұхаммед Хафиз бірден коммунистік партияның қатарына кіріп, қазақ қарулы отрядтарын құруға қатысады және 1919 жылы қазақ атты әскерлер құрамында ақ казактармен шайқастарға бірнеше рет қатысады. Оралда кеңес үкіметі түпкілікті орнағаннан кейін Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев жергілікті большевиктер көсемдерінің біріне айналып, Орал бөкей революциялық комитеті төрағасының орынбасары және Орал өңірінің ұлттық істер жөніндегі комиссиясының төрағасы болып тағайындалды. 1920 жылдың қаңтарында большевиктер құрған кеңестік Қазақстанның басқару органын, яғни Қырғыз әскери революциялық комитетін күшейту қажет болғанда, осы комитетке Сталиннің тікелей өтінішімен Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев кіргізілді. Бұл Мұхаммед Хафиз Батыс Қазақстанда үлкен беделге ие болғанын және Батыс Алашорда басшыларымен бәсекелес бола алатын жалғыз қазақ большевигі болғандығын көрсетеді. 1920 жылдың күзінде Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев Қырғыз автономиялық республикасының бірінші ішкі істер халық комиссары болып, сәл кейінірек осы лауазымды сақтай отырып, Қырғыз автономиялық республикасының халық комиссарлар кеңесі төрағасының орынбасары және Қырғыз еңбек және қорғаныс кеңесінің төрағасы болды. Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев кеңестік Қазақстанның алғашқы үкіметінде осындай үш маңызды қызметті атқара отырғаны, барлық экономикалық халық комиссариаттардың жұмысына ресми түрде басқарушылық жүргізгені оның қазақ халқының арасындағы үлкен беделінің нәтижесі. 1921 жылдың қаңтар айының соңында Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев большевиктер партиясының орталық комитетінің Қырғыз облыстық бюросының жауапты хатшысы ретінде Қазақстандағы партия ұйымының үшінші ресми басшысы және осы лауазымдағы алғашқы қазақ өкілі болды. Мәскеудің еркінің қарапайым орындаушысы бола берсе, қазақ халқының осы талантты ұлының тағдыры қалай өрбейтінін кім білсін. Алайда Мәскеу қателескен және Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев өзінің нағыз қазақ патриоты екенін дәлелдеп, барлық күш-жігерін қазақ халқының өмірін жақсартуға бағыттады. Кеңес үкіметінің барлық органдарын басқара отырып, кеңестік Қазақстанның кез келген лауазымды тұлғасына бұйрық беру құқығына ие бола отырып, Мырзағалиев өзінің назарын қазақ территориясын экономикалық тұрғыдан қалпына келтіруге тырысты. Сонымен бірге Мырзағалиев Мәскеуге қарамай, қазақ жерінде тәукен кәсіпорындарын емес, қайта өңдеу кәсіпорындарын салуға бұйрық берді. Яғни Мырзағалиев Қазақстанның Ресейдің шикізат қосымшасына айналуын тоқтату үшін нақты қадамдар бастады. 1921 жылы наурыз айында өткен түркі халықтары коммунистерінің екінші бүкіл ресейлік съезінде Мырзағалиев жергілікті партия және кеңес органдары көшпелілерге көбірек көңіл бөліп, қандай да бір реформалар жасамас бұрын қазақ халқының мәдениеті мен өмірінің ерекшеліктерін жан-жақты зерттеу керек деген ұсыныс жасады. Мырзағалиевтің әрине бұндай қадамдары Мәскеуден наразылық туғызды. Сондықтан да 1921 жылдың тамыз айында Мырзағалиев Батыс Алашорда Орал комитетінің бұрынғы мүшесі болған деген айыппен Қырғыз облыстық бюросының жауапты хатшысы қызметінен босатылып, большевиктер партия қатарынан да шығарылды. Осылай Мырзағалиевтің рухын сындырып, енді ол мойынсұнғыш, жалтақтаушы шенеунікке айналады деген Мәскеу 2 айдан кейін Мұхаммед Хафизді партия қатарына қайтарып, тіпті Қырғыз автономиялық республикасының халық комиссарлар кеңесінің төрағасы, яғни премьер-министр лауазымына тағайындайды. Алайда Мәскеу тағы да қателесті.
қазақтың қайсар ұлын қорқыту да көндіру де мүмкін емес еді. Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев Қазақстан басшылығына орала салысымен қираған қалаларды қалпына келтіру және жаңа өнеркәсіптік кәсіпорындар салу жөніндегі бұрынғы қызметін тағы да жалғастырды. Мырзағалиев қазақ ауылдарына жиі барды, шаруалармен және жұмысшылармен тығыз байланыс орнатты. Кез келген конгресстерде, форумдарда, кездесулерде сөз сөйлеген Мырзағалиев барлық жерде билік қазақ халқының тарихын ескеру керек деген сөзінен қайтпады. Мәскеудің шыдамының төккен соңғы сабаны Мырзағалиев 1922 жылы Кеңес одағы құрылған съезде Қырғыз автономиялық республикасы Ресей құрамынан шығып, Ресей, Украина және Белоруссия сияқты елдермен тең құқыққа ие болу керек деген ойы болды. Мырзағалиевтің көнбейтінін түсінген Сталин енді оны Мәскеуге өзінің жеке бағылауында ұстау үшін шақырып алды. Бұл жерде айта кететін тағы бір жай, Мырзағалиевтің биліктен алыстауы тек оның мінезінде ғана емес еді. Онымен билікке таласқан Садуақасов, Сейфуллин, Байтұрсынов және Жангелдин сияқты қазақ басшыларының да рөлін атап өткен жөн. Мырзағалиевті Мәскеуде 3 жыл үй қамағында ұстаған Сталин 1926 жылы оны отанына қайтаруға шешім қабылдап, енді ол Мәскеудің айтқанынан шықпайды деп үміттенді. Бірақ 1926 жылы Қазақ автономиялық республикасының қаржы халық комиссары болып тағайындалған Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев қайтадан республиканың қарқынды өнеркәсіптік дамуын қамтамасыз ететін тау-кен және қайта өңдеу кәсіпорындарын қаржыландыруды бастады. Миллиондаған ақша қазақ жерінде зауыттар мен фабрикалар салынуына жұмсалды. Осы кезде Қазақстанды басқарып отырған Голощекиннің жедел және зорлық-зомбылықпен ұжымдастыру саясатының нен алып келуі мүмкін екенін жақсы түсінген Мырзағалиев бұған ашық қарсы шығады да колхоздарды ерікті негізде және біртіндеп құруды талап етті. Сол кезде Мырзағалиевтан сескенген, бетіне бірден айтуға қорыққан Голощекин Сталиннен көмек сұрады. 1930 жылы Мырзағалиев қайтадан Мәскеуге шақырылып, Ресейдің ауыл шаруашылық халық комиссариатының жергілікті ормандар басқармасының бастығы болып тағайындалды. Осылай туған елінен Мырзағалиев екінші рет алыстатылды. 1937 жылы оның көптеген достары негізсіз репрессияға ұшыраған естіген Мырзағалиев бірден Қазақстанға жол тартты. Бірақ ол достарын құтқармақ тұрмақ Алматыға келе салысымен өзі де тұтқындалды. 1938 жылы ақпанда 6 ай ауыр азаптаулар мен адамгершілікке жатпайтын қинауларды басынан өткізген Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев Алматыда атылды. Міне, қайтсем де Қазақстанды шикізат көз емес, индустриалды елге айналдырамын деген қазақ халқының көрнекті ұлының өмірі осылай аяқталды. Ал бізше, бүгінгі Қазақстан сол Мырзағалиев бастап кеткен фабрикалар мен зауыттардың арқасында дамып келе жатыр, өзінің экономикасын көтеріп жатыр. Бірақ сол индустрияның негізін қалаған Мұхаммед Хафиз Мырзағалиевтің есімі халық жадында қайтадан жаңғыруы керек. Қазақ тарихында өзіне лайықты, беделді де құрметті орынға жайғасуы керек. Осы Мұхаммед Хафиз Мырзағалиев туралы бейнероликті ағайындар таратайық. Осындай ағамыздың есімі жаңғырып, жатқан жерінде тағы да бір аунап жайлы болсын.